Қайырлы Айғақ телеарнасынан Оразгүл Рашидқызы. Бірінші сұрақ, 2026 жылы еңбекші ауданына қанша қаржы бөлінді? Және де ол көбіне қай салаларға? Сол бойынша айтып өтсеңіз. Одан кейін барып, екінші сұрақ, осы еңбекші ауданында әлі күнге дейін шешімін таппай келе жатқан қандай мәселелер бар? Енді ауданды білесіздер, қала аппаратына қарайтын аудан, 5 ауданның бірі. Бізде енді жалпы 2026-ға 6,8 миллиард құрап отыр. Оның ішінде талдайтын болсақ, халық қатысатын бюджет жобасы аясында 2 миллиард. Одан бөлек бізде байқайсыз, осы біліп жатсыздар, 3-4 жыл болды. Еңбекші мемлекеттік мекемесі құрылды. Ол жерде санитар тазалығы, қаланың абаттандыруына, ішкі жарықтандыруына бәрін атсалсын. Былай айтқанда 800-ден аса қызметкер қазір жұмысты қабылдап жатыр. Дәл қазір 700-ге жуық жұмысшы бар. Оның да жаңа техника алғанымыз бар. Соған байланысты олардың да бюджетін есептегенде 6,8 миллиард құрайды. Енді былай айтқанда жалпы 4,8 миллиардты солардың техникасы мен күтіп ұстауы, сол мәселе бар. Енді шешілмей жатқан өзекті мәселе деген былай айтқанда ондайды айту қиын шығар. Әр мәселені кезең-кезең қойып отырық. Халықпен қай жерде мәселе бар, шешу жолдарымен байланысты сол жерге барып, нақты қай уақытта шешіледі, қандай жоспар істеліп жатыр. Жаңа айтқандай біздегі оңтүстік жаңа құрылыс аумағы. Енді ол жаққа барып көргендеріңіз болса, жұлдыз индустриальный зонаның қаланың ар жағынан сайран кезінде сол 1000-ға жуық учаскені берген. Ешқандай инфрақұрылым жүргізбеген, басқа да істемеген. Былай айтқанда жақын маңайда үлкен магистралдық жолдар жоқ. Бірақ оны да қарап отқан жоқпыз. Жарықтандыру бар, жолы бар, көше жарығы бар, ол мәселеде шешіліп жатыр. Ауызсу мәселесі де қазір жаңада баяндама айтып кеттім. Ауызсу мәселесі де қаржы қазір қаралып, онда жұмыстар атқарады. Осындай мәселелер енді шешім таппайды деген нәрсені бар нәрсе былай айтқанда жоспарға енгізілген.